тоқал алу мәселесін қалай түсінсек болады деп біздің оқырманымыз жіберген екен. Яғни екінші әйел, тоқал бұл жалпы қалай, салт дәстүр ма, діни ұстаным ба, немесе көзге шөп салу ма, измена ма, кісілер не үшін тоқал алғысы келеді, екінші әйелі неге қажет болады, қандай психологиядағы еркектер бұндай нәрсеге барады, және жалпы бұған ризашылықпен қарау керек па, түсінушілікпен қарау керек па, немесе бұған біз қарсы қоюымыз керек па қоғам ретінде, сол туралы кішкене бүгін әңгіме өрбітсем деп жатырмын бұйырса. Окей? Сол, құрметті достар, осыған байланысты сіздің ойларыңыз бар болса, ойларыңызды комментарийге жазыңыздар. Сіздің ойларыңыз да маңызды. Жалпы тоқал алуға қалай қарайсыздар? Енді біздің аудитория көбісі әйел кісілер болғаннан кейін мен ойлаймын, что енді көбісі енді қарсы деп ойлаймын. Тоқал алу қайдан шықты, немесе өйткені, яғни көбінесе әйел кісілер өз күйеуін, еркісін басқалармен бөліскісі келмейді. Осыған байланысты мен де өзім ұстанымды біраздан кейін айтамын. Комментарийлерге ойларыңызды, пікірлеріңізді жазыңыздар. Сіздің ойларыңыз біз үшін маңызды. Мен сіздердің ойларыңызды білгім келіп жатыр. Бұл мәселеге қалай қарайсыз? Жалпы тоқал алуға болады ма? Қазіргі қоғамда бұл керек па? Өйткені оқырманнан түсінен бір сұрақ келді, және сұрақты жауапсыз қалдырмау үшін бүгін сол тақырып айналасында бір сөйлесек па деп жатырмын. Окей. Сіздер ойларыңызды жинақтап жазам дегенше, мен тақырыпқа кіріспе ретінде бастай берейін. Жалпы қазіргі заманда тоқал алу бұл дұрыс емес. Өйткені біз қоғам ретінде үлкен отбасылық институттың кризисінен өтіп жатырмыз. Отбасылық қарым-қатынасымыз тұрақты емес, көптеген ажырасу болып жатыр, көптеген проблемалар болып жатыр. Яғни бұл нені көрсетеді? Адамдар бір семьяны асыра алмай жатыр, бір семьяны баға алмай жатыр, бір әйелдің көңілін таба алмай жатыр, бір әйелден тапқан балалардың көңілін таба алмай жатыр. Оларға дұрыс әке бола алмай жатыр. Осының үстіне барып мен екінші әйел аламын, тағы да семьям болады, тағы балаларым болады деп былай шашылу, бұл біздің қоғамға өте кері әсерін тигізеді деп ойлаймын. Менің енді таныс ортамда, айналамда кісілерде мен тікелей былай жеке өзім тоқал алған адамдарды танымайды екен, білмейді екен. Бірақ таныстардың арасында жоқ кейбір кезде осындай тақырыптар ашылады, кейбір кезде осындай әңгімелер ашылады. Жалпы керек емес, алу керек қой, не ол деген сияқты көп сөйлесіледі бұл тақырыптар, және менің бұған байланысты мен ойымды білдірем. Жалпы мен өзім жеке қарсымын бұл мәселеге. Яғни бұл ешқандай дін тұрғысынан, салт дәстүр тұрғысынан бұны бір ақтауға болмайды, жеткізуге болмайды, түсіндіруге болмайды, және қоғамның ішінде бұл мәселені қатты былай бір өрбітіп жаюға болмайды деп ойлаймын. Бірінші себебі сол, яғни қазіргі таңда кісілер өзінің отбасын қатыра алмай жүр, өзінің отбасын асыра алмай жүр, өзінің отбасын баға алмай жүр. Бұның үстіне қосымша тағы да басқа бір семья алам, басқа әйел алам деу, бұл мүлдем дұрыс емес деп ойлаймын. Екінші аспект, бүгін қазіргі таңда бұл мына мәселеден қарау керек, қандай еркектер тоқал алғысы келеді. Яғни, мысалы, бірінші әйелінде бар болған әйелінде таба алмаған, көре алмаған нәрсе не ол деген сұрақ туындатады. Бұл көбінесе өз отбасында бақытты бола алмаған, түрлі комплекстері бар, өзін жастау әйел арқылы реализовать еткісі келетін адамдардың психологиясы, тоқал алу психологиясы. Өйткені бір әйелмен тату-тәтті өмір сүрген, бір әйелге керемет күйеу бола алған, керемет жар бола алған адам, ол итак сырттан басқа бір әйел іздемейді. Және менің түсінігімде қазіргі таңда тоқал бұл көзге шөп салудың, изменаның бір легализованный форматы. Яғни измена десек, көзге шөп салу десек, деп адамдар қарсы шығып бір түрлі қарау мүмкін. Бірақ тоқал десек, ну ладно, әйелі ғой деген сияқты мысалы. Екінші әйел, үшінші әйел десек, ладно, әйелі ғой деген сияқты. Некесі бар ғой деген сияқты мәселені бір ақтап алатын сияқты, мәселені бір болады-ау, жасау керек қой деп қарайтын сияқты.
Сондықтан яғни ал өз-өзіне сенімді еркектер, отбасында бақытты тату тәтті болған еркектер басқа сырттан әйел іздемейді. Және көбінесе андай әйелінің мінезі қырсық, тыңдамаймыз, түсінісе алмаймыз, ұрыс керіс жиі болып тұрады, қалай мен бұл әйелмен тұрамын деп мысалға ренжитін ер кісілер болады. Сөйтіп мен де ажырасайын десем, ортада балалар бар, балаларды тастағым келмейді. Ажыраспай тұрайын десем, әйелім күніге миымды шірітеді. Сол үшін ең жақсы вариант, мен ажыраспаймын, зато екінші әйел аламын, сонымен бақытты боламын деп ойлайды. Бұл да қате түсінік. Өйткені бір әйелді бақытты қыла алмаған еркек басқа бір әйелді бақытты қылу өте қиын. Және мен бұл жерде психологиялық тұрғыда мынаны көріп отырмын, проблемадан қашу. Яғни бір отырайық, шешейік, әңгімелесейік, бір мәмілеге келейік, қарым-қатынас бойынша жұмыс істейік деудің орнына екінші әйел ала салайын, басқа семья құра салайын, сенен кете салайын, сенен қаша салайын деген сияқты ұстаным мен жауапкершіліктен қашу ретінде көріп жатырмын. Бұл жерде мен мысалға бұл екінші әйел тоқалға байланысты түрлі телевизиялық бағдарламаларға да қатыстым, түрлі каналдарда спикер, психолог, маман ретінде қатыстым. Және сол жерде тоқалдан туған балалармен кездесу мүмкіндігі пайда болды. Мысалға бір 18-20 жастағы қыз келіп, мысалға мен әкемнің тоқалының қызымын, мен әкемнің екінші әйелінің қызымын дейді. Сөйтіп сол жерде өзінің балалық шағындағы травмалар, проблемалар, көрген қысымдарын айтып бере береді. Мысалы, бұл жерде байқайтыным, тоқал алу мәселесінде ең байқаған кезде выигрышы бұл еркек. Еркекке ғана жақсы, байқаған кезде еркекке ғана кайф алады, бірақ әйелі, бірінші әйелі, екінші әйелі, екі әйелден туған балалар және екі әйелден келе жатқан жалпы айналасындағы туысқандар барлығы бұдан зиян көреді. Барлығы бұдан шапа шегеді және барлығы бұл ситуацияда қиналады. Өйткені бала өсіп келе жатқан кезде белгілі бір стереотиппен, белгілі бір принциптермен, белгілі бір форматта өседі. Яғни менің папам бар, менің мамам бар, менің бауырларым. Сөйтіп өсіп келе жатып, оказывается, тағы бір мама дейді ма, оны не түсініксіз, тағы бір мама бар екен, папамыздың басқа бір семьясы бар екен, оказывается, менің басқа бір бауырларым бар екен, мен үшін әкемді соған бөлісуім керек екен. И так әкемді дұрыстап көңіл бөлмейді, уақыт бөлмейді. Еще ол, оказывается, барып жұмыстан қалған уақытын еще басқа семьямен бөліседі екен. Бұл екі жақта өте үлкен балалар тарапынан травма туындатады. Балалар тарапынан қызғаныш туындатады. Және байқағаным, бірінші әйелдің балалары екінші әйелдің балаларына қысым көрсетеді. Жастары да үлкендеу болғандықтан, оларды толыққанды менің бір бауырым, менің жаным, менің күнім деп бір қабылдау көрінбейді. Көбінесе бұл жерде қысым көрсету, төмен түсіту, адам орнына қоймау, мысалға, сондай ұстанымдар жиі болып тұрады. Сол үшін қазақта сөз бар ғой, мысалы, тоқалдан тудық па дейді мысалға. Қандай да бір дискриминация болған кезде тоқалдан тудық па? Демек, тоқалдан туған балалар дискриминацияға ұшырайтын балалар. Енді анау мысалға ата-әже тарапынан да қарайтын болсақ, ең бірінші немерелері, бірінші келіні, бірінші балдар болғандықтан оларға бауыр басып қалады. Тура сол ситуацияда олар бар бола тұра, ажыраспай олар бар бола тұра, басқа бір балдарға көңілін ашу, оларға бір ата-әжелік жасау өте қиын, өте ыңғайсыз болады. Сондықтан бұл жерде балалар бұдан қатты жапа шегеді. Одан кейін көп жағдайларда, яғни бұл тоқал алуға, яғни тоқал мәселесін қозғайтын, тоқал алғысы келетін ер кісілерге әйелі тарапынан бұл мәселеге көнбеу керек, әйелі тарапынан бұл мәселеге қарсылық білдіру керек, келіспеу керек. Өйткені сіз соған келісу арқылы бұл тек қана екінші әйелмен шектеліп қалмауы мүмкін. Яғни екіншісін алдым, окей, жақсы, енді үшіншісін алайын там. Төртке дейін рұқсат, төртіншісін алайын там. Постоянно төрт болып тұр керек, там екіншісімен ажыраса салам, оның орнына бесіншісін, төртінші болады, соны ала салам деген сияқты. Сондай үлкен бір қоғам үшін қауіпті бір әрекетке біз жол ашып жатырмыз. Одан кейін көп адамдар бұны өзінің табиғи жыныстық қажеттіліктерімен ақтауға тырысады. Мысалға, еркектер қалай, мен енді әйелім қартайды, бұрынғыдай бір романтика жоқ, махаббат жоқ, любовь жоқ, бірақ мен еркекпін, менің қажеттіліктерім бар деп ойлайды.
Бұл жерде мен сізге мынандай бір жаңалық айтайын. Yani ғылыми түрде дәлелденген нәрсе. Ер кісілердің сексуалды белсенділігі, максимальный белсенділігі бұл 17 жас пен 27 жас аралығында ғана. Бұл максимальный еркектің жыныстық тұрғыдан белсенді бола алатын период. Одан кейін бастап бұл тек қана спад кете береді. 30, 40, 50, 60-та спад кете береді. Ал әйел кісінің жыныстық белсенділігі 40-қа қарай белсендей бастайды. 40-қа қарай арта бастайды. То есть наоборот, мысалға жас кезінде егер бұл жыныстық қарым-қатынасқа больше еркектің қызығушылығы болатын болса, қартайған кезде еркектің белсенділігі артады, бірақ әйелдің белсенділігі артады. Еркектің белсенділігі азаяды, бірақ әйелдің белсенділігі артады. Сондықтан осы тұрғыдан бұлар жас кезінде біреудің артынан жүгіретін болса, қартайған кезде екіншісі біріншісінің артынан жүгіреді, қарым-қатынас құрады, сөйтіп бұлар жыныстық өмірді ары қарай жалғастыра береді. Ал егер осындай сәтте әйелім қартайды деп, там уже 40-қа кеп қалды, там 50-ге кеп қалды деп соған сөйтіп қарап, ер кісі наоборот онымен бірге болудың, оның көңілін табудың, оның қажеттіліктерін қанағаттандырудың орнына барып, мысалға мен жастау әйел аламын, жастау басқа екінші әйел аламын деп ұстанатын болса, онда әйелдің қажеттіліктерін қанағаттандырмаған болады, бермеген болады, және бұл тұрғыдан өте үлкен психологиялық проблемалардың туындауына әкеліп соғу мүмкін. Еріккеннен алған жоқ, Алла қазіргі кезде еріккеннен алатын сияқты. Яғни келісем, бұрын мысалы қандай тоқалды алған кезде бір соғыста күйеуі қайтыс болған, жесір қалып қойған әйел, мысалы ауылдан кетпесін, жалғыз қалмасын, тем более көшіп қонатын қоғамда өмір сүргендіктен, ол кезде жалғыз басына әйел болып, мысалға киіз үйді жинау, құру, өз-өзін асырау, аңға шығу, тамақтану қиын болатын. Сондықтан ондай әйелді жалғыз қалмасын деп, оларды екінші, үшінші әйел ретінде алатын. Бірақ қазір ондай бір қажеттілік жоқ. Құдайға шүкір, мемлекет тарапынан әрбір еліміздегі азаматқа жағдай жасалып жатыр, әрбір азаматқа қолдау көрсетіп жатыр, белгілі бір мемлекеттік мекемелер осымен айналысып жатыр. Сондықтан, мен оған қамқорлық көрсетем деген оймен тоқал алатында бір қажеттілік болып жатқан жоқ. Және қазіргі таңда, бұрын мысалға көбінесе ер кісілер соғыста қайтыс болып, әйелдер жалғыз қалып қоя беретін болса, қазір ондай нәрсе жоқ. Мысалы, соғыс жоқ, бейбіт заман, жалғыз әйелдер қатар, жалғыз еркектер де өте көп. Әйелі қандай да бір себептерге байланысты қайтыс болған, қандай да себептерге байланысты ажырасқан, қандай бір себептерге байланысты кеш жасқа дейін жүріп қалған, бойдақ болып қалып қойған ер кісілер де көп. Сондықтан бұлар бір-бірін жұбын тауып, тату-тәтті өмір сүре алады. Яғни олар жалғыз қойып қоймасын, мен екінші салайын деп. Бір қызығы, тоқал алуға қызығатын кісілер де андай бір жесір, жалғыз, көп балалы аналар емес, 20, 25, 30 жастағы жап-жас әйелдермен үйленуге құмар. Неге екені түсініксіз, оларға спокойно ер кісі табылады. Сондықтан шын мәнінде еріккен іс деп атауға болады. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз дейді. Қандай темада прямой эфир, тақырып тоқал алу туралы. Мен тоқал алуға байланысты көрерменнің сұрағына жауап берумен бастадым. Жалпы отбасы қарым-қатынас, бала тәрбиесіне байланысты сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады, оларға да міндетті де жауап береміз. Тоқал алу дұрыс деп ойлаймын, оны біз емес ата-бабамыздан келе жатқан нәрсе ғой, жағдай жетсе алсын деген оқырманымыз бар екен. Ата-бабамыздан қалған нәрсе емес, біздің ата-бабаларымыз кейбір нәрселерді қажеттілік болған үшін істеген. Демек, бір нәрсенің, бір істің істелуінің себебі қажеттілік. Егер ол қажеттілік жоқ болса, значит, оны істеудің де керек жоқ. Немесе оны істеудің де үкімі қалмайды. Бізде онда қазір қажеттілік жоқ, сондықтан ал дұрыс емес. Меніңше керек емес деген ер адамды білмедім, әйел адам мен балалардың психологиялық жағдайына кері әсер етеді, тіпті асырай алады деген күннің өзінде. Қатты әсерленеді. Кеше ғана осы уақыттарда күйеумен ұрысып қалған едік. Ол айтады, сенің рұқсатың керек емес деп.
егер сіздің рұқсатыңыз керек емес десе, ондай болса ажырасу үшін де оның рұқсаты керек жоқ. Мәселе рұқсат алып алмауда емес, мәселе бір-біріміздің көңілімізге қарау. Осынша жыл бірге тұрғаннан кейін, осынша жыл бірге отбасы болғаннан кейін, кейбір құндылықтарды бөлісе алу, яғни қиын және жеңіл күндерде, қайғылы және бақытты күндерде бірге бола алу. Қазір сен қартайдың, әдемі емессің, маған жастау біреу керек. Бұл менің ойымша сатқындық. Ата бабамыз тоқал қылып жас әйел алмаған, жесір әйелдерді алған. Келісемін, самооценкасы төмен, самоутверждаться еткісі келетін ер адамдар алғысы келеді. Ата бабаны жамылудың қажеті жоқ, дұрыс. Күйеуі қайтыс болған келіншек пен балаларын бауырларына қосқан, ұрпақтары бөлек кетпесін, осы әулетте өссін деп. Өте дұрыс, Ержан Мырза дейді. Рахмет. Қазақ жігіттері мұсылмандықты тоқал алудан бастайды деп еді бір бағдарламада. Рас негізі. Өкінішке орай, соның ішіне дінді де қосады. Қайтаға екінші тоқал алу арқылы өзін бір діндар, дінді жақсы білетін адам ретінде көрсететіндер де бар, өкінішке орай. Яғни әртүрлі санадағы адам бар, маңызды болған біз өзімізді қалай ұстаймыз, маңызды болған өзімізді қалай бақылаймыз, және қандай құндылықтармен өмір сүретініміз маңызды. Осы тұрғыда балдар, яғни әкелерге баланың жауапкершілігі, бала тәрбиесіндегі өздерінің рөлі туралы айту жетіспей жатады. Міндетті түрде ондай әкелерге осы видеоларды көрсету керек, ссылкаларын жіберу керек, қарату керек. Әке болуды көбінесе ер кісілер әке болуды күйеу болумен қатар алып жүреді. Егер мен бір әйелмен тұрып атсам, мен балаларыма әке боламын. Егер онымен ажырассам, мен значит балалармен әке болмаймын. Ең үлкен қателігі балалармен араласпау арқылы әйелін жазаландыруға тырысады. Яғни көр, қинал, көрдің ба, менсіз өмір сүру мүмкін емес екенін, байқадың ба, әні саған осылай керек деген сияқты ұстанымдармен тез арада сол әйелді ұмытайын, тез арада сол әйелмен қарым-қатынасты үзейін, байланыс құрмайын деп осындай қателік жасайды. Құрметті ер кісілер, құрметті бізді көріп жатқан, ажырасқан ер азаматтар. Сіз қазір екінші рет үйленген болуыңыз мүмкін, басқа семьяңыз бар болуы мүмкін. Сіз алдыңғы әйеліңізбен ерлі зайыпты бола алмаған болуыңыз мүмкін. Это вполне нормальный нәрсе. Болып тұрады ондай. Окей. Бірақ ерлі зайыпты боламадық деп әке шеше болуды да қоймау керек. Әке шеше болуды да ата-ана болуды тастамау керек. Ажырасқаннан кейін сіз баламен қарым-қатынас құру, оның өміріне белсенді араласу, онымен бірге уақыт өткізу, хабарласу, байланыста болу арқылы сіз қоғамға психикасы травмировать етілмеген пайдалы бір азамат жетілдіресіз. Өйткені әке-шешесіне реніші бар адамдар өскен кезде қоғамға да ренжілу болады, бір жаман жағы. Әке-шешесіне ренжілу болғандар қоғамға да өкінішке орай ренжілу болады. Сондықтан ажырасқанның өзінде бұрынғы балаларыңызбен қарым-қатынас құруды үзбеңіз. Алимент тем более төлеп отыру керек. Бұл сіздің балаңызбен қарым-қатынасыңыздың бар екенін, белгілі бір жауапкершілік алып тұрғаныңыздың өте үлкен белгісі болады. Ертең өскен кезде балалар міндетті түрде іздейді, әкеміз қайда, неге жоқ, неге қарамайды. Сол кезде сіз туралы жаман нәрсе айтылмау керек. Әйеліңіз ренішпен айту мүмкін, нағашылар ренішпен айту мүмкін, бірақ сіз әке ретінде ажырасқанның өзінде іс-әрекеттеріңізбен балаларыңызға қамқорлық көрсететініңізді, әкелік жасайтыныңызды көрсетіп, білдіріп, сездіріп тұруыңыз керек. Сол кезде балдарыңызбен жақсы қарым-қатынаста боласыз. Бірақ егер мысалға көбісі бүйтеді, ажырасқаннан кейін балдарын іздемейді, немесе бір-екі рет іздеп барады, әйелмен ұрсып қалады, әйелі көрсеткісі келмейді, бұл жерде әйелдің де проблемасы бар. Көрсеткісі келмейді, байланыста болмайды, сөйтеді де, құрсын ертең өздері өскен кезде мені іздейді. Өскен кезде әкелерін іздейді, елін іздейді, руын іздейді дейді, балдармен
байланыс құруды тоқтатады. Бұл мүлдем дұрыс емес. Яғни бұндай балдар іздемеу де керек. Мен бір теледидар бағдарламаға қатысқан кезде де бұл ойымды айтқам. Бала кезінде баласымен қарым-қатынас құрмаған, іздемеген, жағдай жасамаған, алимент төлемеген, баласын іздемеген адамды балалары өскен кезде іздемеу керек. Ізде деп мәжбүрлемеу керек, ізде деп айыптамау керек. Іздеу керексің деп оған ондай психологиялық бір нагрузка, психологиялық жүктемеуіміз керек. Бұл өте маңызды, құрметті достар. Өйткені сіз балаға өзінің табиғатына, өзінің болмысына қарама қайшы әрекет етуге мәжбүрлеп отырсыз. Жақсы көрмеген жоқ қой, енді 20 жыл араласпадың, іздемедің, енді отырып алып, әкешім, менің руым, менің елім деп барып, іздеп барып, менің бауырларым деп іздеп барып, өте андай искусственный, өте өтірік қарым-қатынас болады. Біз балаларымыз просто 200-ді болады. Бұған байланысты мен бір теледидарда бағдарлама қатысқан кезде қасымда бір танымал әнші ма, ақын ба, айтыскер бір әйел кісі болды. Сол айтады, қалай дейді, мен әкеммен ажырастық, біздің семьямызда, мен іздеген жоқ. Бірақ мен келген кезде мені тату-тәтті қуанып күтіп алды деді. Қасындағы басқа бір қатысушы бұл андай тоже әкесі тастап кеткен, қазір өсіп қалған, бірақ әкесін іздемейді. И теледидардан біреу хабарласты телефонмен. Мен әкемді іздеп бардым, бірақ барған кезде мені жылы қабылдамады. Мен үші бойынша травма алдым, үші бойынша ренжідім, үші бойынша өкпеледім дейді мысалы. И сөйтіп анау әйел кісі айтады, жоқ, қайта-қайта бару керек, іздеу керек, ол сен не болса да әкең деп былай қаттың қысым көрсетеді. Сол кезде мен сол кезде ойыма келген жоқ. Кейін бұл ситуацияны анализ жасаған кезде мынандай ой келді. Егер сіз 30 жасқа, 40 жасқа келіп, мысалы 20-30 жыл әкеңіз сізді іздеген жоқ, қарым-қатынас құрған жоқсыз, барып іздеп барсаңыз, сізді олар қабылдамайды да, жылы күтіп алмайды да. Өткен ешқандай қарым-қатынас жоқ. Ал қашан жылы күтіп алады? Егер сіз сол жасқа келіп танымал болсаңыз, бай болсаңыз, ақшалы болсаңыз, жағдайыңыз жақсы болса, конечно, сізді құшақтап күтіп алады. Конечно, сізді мәпелеп, ойбай, қызым, қайда болдың, мен сені сонша іздедім деген сияқты көбінесе енді өтірік жылы сөздер айтады. Ол жерде сіз жеке адам ретінде емес, сіздің танымалдылығыңыз, сіздің байлығыңыз бірінші рөл ойнайды. И ол жерде шынайы бір қабылдаушылық болмайды. Сондықтан құрметті ажырасқан әкелер, балаларыңызды іздеңіздер, қарым-қатынасыңызды үзбеңіздер, әке болу, күйеу болумен қатар жүруге мәжбүр емес. Белгілі бір себептерден ажырасқан өзінен балалардан ажыраудың керегі жоқ. Окей? Бөтен ада болып кетеді. Бөтен ада болып кетеді. Баланың әкесімен қарым-қатынас жоқ, іздемейді, уже танымайды. Ал қыз бала сұрайды. Не деп жауап беру керек? Бұндай ситуацияларда, құрметті көрермендер, всегда шындықты айту керек балаға. Яғни қыз бала сұрап жатса, значит өсіп қалған жаста айту керек. Әкемен біз ажырастық, әкең бізді тастап кетті, қандай себептерге байланысты ажырастық, немесе әкеңіз ішетін еді, біз кетіп қалдық, немесе ондай бір себеп болған жоқ, түсіне салмадық, ажырастық. Окей, бірақ мен әкелеріне сендермен қарым-қатынас құруға ешқашан шектеу қойған жоқпын. Әкелерін осылай іздемейді, қарамайды, ондай нәрсе болады. Яғни бала бұны естіп, көріп, тез арада сол травмадан арылу керек, тез арада ары қарай өмір сүре алуды үйрену керек. Әйтпесе андай бір өтірік фантазиялармен қарым-қатынас құруға тырысу дұрыс емес. Яғни сразу какес шындықты айту керек деп ойлаймын. Бізде мәдениетті ажырасу деген түсінік өте аз. Дұрыс айтасыз, Мира, мен сізбен келісем. Мәдениетті отбасы бола алмаймыз, мәдениетті ата-ана бола алмаймыз, мәдениетті ажыраса да алмаймыз. Бұл жерден бұл біздің қоғамымыздың үлкен проблемасы. Әкесі өскен жігітпен отбасы құру қиын болады деген ойға не айтамыз? Әрине, бала өскен кезде не көрсе, ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілет демекші. Енді ол әкені көрмегендіктен, әке болу не, ер кісі болу не, жауапкершілікті қалай алуға болады,
отбасыда әкенің рөлі, ұстанымы, позициясы қандай болу керек, оны көп жағдайларда білмейді, және білмеу мүмкін. Окей, это нормальный нәрсе. Бірақ мынандай ситуациялар да болады. Бала мысалы әкесіз өседі. Әкесіз өсудің екі түрлі әсері бар мысалға. Біреулер әкесіз өседі де, әке болу не екенін білмей қалады. Ал біреулер әкесіз өседі де, и өзінің әкесіз өскен кездегі қиындықтар есіне түсе піседі. Сөйтіп, мен үйленген кезде ешқашан ажыраспаймын. Мен үйленген кезде керемет әке боламын. Мен ешқашан балдарымды тастап кетпеймін. Мен семьяны ұстауды, отбасы құруды үйренемін деп, шын мәнінде өзі көрмесе де, оқу арқылы, семинар тренингтер арқылы, іздену арқылы, өзін дамыту, жетілдіру арқылы осыны үйрене алады, және өте керемет әке, өте керемет жар бола алады. Сондықтан, бала бұл ажырасқан, ажыраспаған деп қарағаннан гөрі, оның жеке тұлғалық қасиеттеріне мән беру керек. Қаншалықты жауапты және қаншалықты мейірімді екеніне мән беру керек. Мен жалпы көп қыздарға бұған дейін де айтатын, бір ер кісімен егер тұрмыс құратын болсаңыз, екі қасиетіне қараңыз. Біріншісі, ол қыз бала, ер кісінің жауапты болуы. Айтқан кезде уақытылы келуі, берген сөзінде тұруы, орындауы, мысалы, өткенде біреу жасады сұрақ жауапта. Жігітім қарызға ақша сұрап жатыр, беруге бола ма дейді. Мысалға, жігіт бола тұра, қыздан егер қарызға ақша сұрап жатса, бұл менің ойымша ұят, бетсіздік, намыс жоқтықтың белгісі. Қыздан ақша сұрағаннан гөрі барып базарда таш киітерсен, сол ақшаны тапсан да қыздан ақша сұрамайсың. Бұл қайтаға, бұл жауапсыз екенін. Бүгін сізден ақша сұрап үйленіп қалған адам, ертең сіздің үстіңізге аяғыңызды ас қойып, солай өмір сүретін жігіт болады. Поэтому ондайлардан наоборот қашу керек. Сосын жауапкершілік маңызды, и мейірім, андай жүректің жылы болуы, көңілді болуы, жанашыр болуы өте маңызды. Жанашыр адамдар қол көтермейді, ұрмайды, қиянаттан ұзақ болады, бұл өте маңызды қасиеттер. Бірінші орынға жауапкершілік пен мейірімділікті қоятын едім. Жеке қасиеттер қайда маңыздырақ. В целом, Қазақстанға қарайтын болсаңыз, онда ажырасқан, әкесі өскен жігіт десеңіз, бізде қоғамның жартысынан көбі әкесі өскен, жалғыз басты аналар тәрбиелеп жатады. Сондықтан ондай бір даже нормальный әкесімен өскен жігіт табу да қиын. И менің практикамда көргенім, әкесімен өсіп, нормально жігіт бола алмаған жігіттер де бар. Наоборот, әкесі кішкене диктатор, тоталитарный адам, ұрсу, керісу, айқайлау, басып тастайды. Ер кісіге өзін көрсетуге мүмкіндік бермейді, еркіндік бермейді. Ер кісі постоянно әкесінің авторитетінің астына езіле береді. Әкесі баласының орнына бәрін шеше береді. Сөйтіп тұрып, ер кісі жігіт піспей қалады. Піспей қалғандықтан бұл мысалы кейбірде ойлайсың, осыны әкемен өскенше, лучше әкесі өскені жақсы еді. Хотя бы жаман үлгі жоқ, жаман үлгі болмаған кезде сен жақсы нәрсені үйрене аласың. Ал жаман үлгі болған кезде, жаман стереотип қалыптасқан кезде, оны вот именно өзгерту, балалық кезіндегі травмалардан арылып шығу өте қиын болады. Сондықтан бұл жерде әкесіз өспегеннен емес, жеке тұлғалық қасиеттері, алған тәрбиесі, білім деңгейі маңыздырақ деп ойлаймын. Окей? Рахмет, келісемін, менің де жарым әкесі өскен, бірақ шүкір өте жақсы әке. Вот осындай керемет үлгілер де болып тұрады. Келесі сұрақ, неге туыстар арасында бір-біріне шынайы қарым-қатынас болмайды? Өз жағында да, келін болып түскен жағында да. Күліп жүріп қонақ қылады да, жоқ кезде жамандайды. Бізге үлгі болатын үлкендер солай жасайды. Неге деп қарайтын болсақ, ол жерде мынаны қарау керек. Отбасындағы алған тәрбие ең бірінші. Және қоғам ретінде біздің құндылықтарымыздың жоқтығы. Біз барлық нәрсенің сыртқы пішініне мән береміз де, ішкі құралымына, ішкі мазмұнына мән бермейміз. Бұл қоғам ретінде проблема. Бұл проблема қайдан келе жатыр? Бұл проблема соңғы 100 жыл, 200 жылдан бері келе жатқан проблема. Бұны бұрынғы кісілер құлдық санадан қалдықтар бұл әсерлері. Өйткені кезінде, Совет өкіметі кезінде болсын, жалпы Орыс империясының отарлау кезінде болсын,
бір елді басқарып алудың ең оңай жолы арасына іріткі салу. Сол үшін қоғамға бір-бірін жамандау, бір-бірін ғайбаттау, бір-бірінің артынан сөз сөйлеу, бір-бірімен ұрыстыру сияқты инструменттер терең енгізіліп салынған, что осыны 100 жылда, 100 жылда қалыптасқан әдеттің қазіргі таңда өзгеру өте қиын. Оны өзгеретін болса, жаңа жас ұрпақ қана өзгерте алады, белгілі бір құндылықтарға ие, оқыған, әлемді көрген, тәрбиеге ие, балдарын ұрмайтын, тоқал іздемейтін, бір-біріне адал болатын жастар ғана бұйырса осыны өзгерте алады. Туыстарыңыз сондай болуы мүмкін, бұл жерде сіздің қандай болғаныңыз маңызды. Егер сондай қоғамда өмір сүріп, бәрі жасап жатыр, мен де жасай берейін, бәрі жамандады, мен де жамандай берейін деп ішіне кіріп кететін болсаңыз, белгілі уақыттан кейін бұл сізге норма болып көріне бастайды. Ал егер осының бәрін көре тұра, жоқ мен бұндай болмаймын, жоқ бұл дұрыс емес, бұндай айтылған әңгімелерде мен болмауым керек, сыпайы түрде кімге сөзім өтетін болса, оларды ескерту, жамандамай қояйық, дұрыс емес қой деген сияқты. Немесе бір өсек, бір ғайбат, біреуді жаманда әңгімесі басталған кезде теманы өзгертіп жіберу. Естідіңіздер ме, Америкада Трамп қайтадан президент болыпты деген сияқты мысалға. Сразу басқа нәрсеге назарын аударып жіберсеңіз, онда бір жағынан адам қоғамды тәрбиелеген боласыз, психикасын дамытқан боласыз, екінші жағынан өте үлкен сауап алған боласыз. Және бізде мысалы қарым-қатынас неге жақсармайды? Біз бір-бірімізді жоқ кезде артынан көп жамандаймыз ғой. Бұл жамандаудың психологиялық тұрғыдан мынандай бір эффекті бар. Біз біреуді жамандаған кезде, біреу туралы жаман ойлаған кезде миымызға установка келіп қалады. Мына адамды қабылдама, мына адамға сенбе, мына адаммен жұмыс құрма, мына адаммен жақын қарым-қатынаста болма, өйткені сен оны жамандадың ғой. Жамандағаннан кейін сөйтіп қалып қояды, сөйтіп өз туған бауырлар араласамай қалады, туысқандар араласамай қалады. Тек қана сол той, мой, өлім, қалым жағдайларда ғана бас қосады, бір-біріне өтіріктен күледі, шын мәнінде қарым-қатынас үзіледі, нашарлайтын болады. Оны сіз өте дұрыс айттыңыз, мен бұнымен толық келісемін. Окей? Әкемнің менен үлкен балалары бар, олар мен бар екенімді білмейді. Әкем айтпаған, мені олар қабылдайды ма, егер қазір танысуға тырыссам. Олар 40-тан асқан мен оласына еш керек жоқ. Енді оны таныстыратын білмеймін енді. Әкеңіз тірі ма, жоқ па білмеймін. Әкеңіз бар болса, әкеңіз таныстырсын, айтсын, бұл уақытқа дейін неге айтпаған, өте көп сұрақтар бар да. Поэтому сіз енді осы 40 жасқа дейін нормально араласпағаннан кейін, осыдан кейін прям бауыр болып кетпейсіз. Хотя бы енді қазақ болғаннан кейін бізде білесіздер, ру маңызды, ел маңызды, жер маңызды. Сондықтан бауырларыңыз кім екенін тану, білу, ертең қан араласып кетпесін, балдар бір-біріне ғашық болып қалмасын, үйленіп қалмасын, жер өте домалап. Осы аспектілерді айқындап білу үшін барып танысып, бір көрісуге болады. И то андай. Екі жақты бұны қалау керек, напрашиваться етпеу керек. Сол үшін ортада сізді танитын, оларды да танитын бір кісі бастарыңызды қосып таныстыру керек. Мынау пәленшенің қызы, бұның мынандай балдары бар, мынау пәленшенің балдары, мынандай балдары бар. Бір-біріңді таныңдар, біліңдер. Ал характері келіп, мінез келіп, үйлесіп, мейірім көрсетіп, жүрегіңіз ашылып, махаббат болып күшті араласып кетсеңіздер, пожалуйста, араласа беріңіздер, оған ештеңе жоқ. Ал бірақ өзімізге былай напрашиваться етіп, навязываться етіп, бір тексеру болудың керек жоқ. Біз жолдасымен жарты жылдап алшақ жүреміз. Мен ауылда, ол қалада жұмыс істейді. Осыған байланысты айтыңызшы. Бұл мүлдем дұрыс емес. Яғни ең біріншісі элементарный нәрсе. Ұзақтан қазақтарда жақсы сөз бар. Психологияда біз оны қолданамыз. Яғни психологияда бұның несі бар, дәлелі бар. Психологиялық тұрғыдан дәлелі бар қазақтың мақал-мәтелдерін мен қолданамын. Психологиялық дәлелі жоқ қазақтың мақал-мәтелдеріне мен оттамаңдар деп айтамын. Это не в тему нәрселер. Сондықтан мынаның дәлелі бар. Көзден ұзақ, көңілден ұзақ дейді. Яғни ертең жарты жыл бойы сыртта жүрген кезде екінші әйелі бар екен, екінші семьясы бар екен деген нәрселер естісеңіздер, еш таңғалмаңыздар, өте қауіпті жағдай. Яғни сол үшін наоборот өзіңізді көрсетіп, мінезіңізді көрсетіп, столды былай айтқан кезде қолды столға ұрып, жоқ, бұдан да бірге тұрамыз деп, ауыл болса ауыл,
қала болса қала бір жақты болу керек. Ол жерде андай екі нан тауып сізге бір нан жіберіп сізді асырап жатқан болуы мүмкін, айту керек жоқ. Екі нан таппа, бір нанды екеуміз бөліп жейік, зато бірге тұрайық. Яғни балдар әкесін көру керек, әйел күйеуін көру керек, күйеу әйелін көру керек. Екеуінің психологиялық қажеттіліктері бар, физиологиялық қажеттіліктері бар. Бұлардың барлығын сіз атап өте алмайсыз. Және қайтаға қиыншылықты бірге өткізген ерлі зайыптар бір-біріне жақын болады. Бірге аш қалдық, бірге бір комнатада тұрдық, бірге бір общежитиеда тұрдық, бірге подвалда тұрдық, бірге жұмыс істедік. Вот именно күнің бойы жұмыс істеп, шаршап, кешке келіп бір жастықта рахаттанып жатып демалу керек. Вот соның ләззаты, соның кайфы бар ғой, еш нәрсеге жетпейді. Азынан кешке дейін адал еңбекпен шаршап, кешке келіп бала шағаның қасына жату. Кешке келіп әйелдің қасында болу. Кешке отырып әйелмен бір қара шай ішкенді шама келетін шығар, бір қара шай, менде қызыл стакан бүгін, бір қара шай ішілетіндей халге келуіміз керек. Сол кезде бірге тезірек өсесіздер. Және ол мысалға жарты жыл бойы жұмыс істеп жатыр, бала шағаны асырап жатыр. Мынаны ұмытпаңыздар, мысалы, за каждым преуспевающим мужчиной стоит женщина дейді. Бұл не деген сөз? Один в поле не воин. Жалғыз басына сен мысалға сағатына 10 километр жүретін болсаң, қасына әйелің болса, сағатына 20 километр жүресің. И көп нәрселерде былай ойлайды, наоборот, әйелім кедергі болмасын, миымды ашытпасын, балдар маған кедергі болмасын деп қарайды да, мысалға физикалық тұрғыдан, қаржылы тұрғыдан оларды жүк ретінде көреді. Бірақ мен сізге айтайын, психологиялық тұрғыдан әйел бала-шаға сізге қайтаға мотивация болады. Сізге қайтаға ерік жігер береді, сізге қайтаға энергия болады. Оларды көру, оларды құшақтау, оларды сүю, олармен уақыт өткізген сайын сіз не істей бересіз, жігерлене бересіз. Жақсы идеялар келе береді, мысалы, строитель, грузчик болып жүрсеңіз, прораб боласыз, физически жұмыс істейтін болсасыз, компания басқарасыз, жаңа идеялар келеді, былай емес, былай істейін деген сияқты ақылдасасыз. Мысалы, мынаны оңай істеудің жолы бар ма, ақша табудың қандай бір жолдары бар тағы деген сияқты. Сөйтіп, сіз наоборот тату-тәтті боласыз да. Яғни жарты жылға жеткен неңізді бір айда, 2 айда, 3 айда максимум жете аласыз. Менің сұрағымнан секіріп кете бересіз. Реті келмейді, мен бір подряд оқып жатқан жоқпын, түсінемін, кішкене айналдырып оқып жатырмын. Поэтому скопировать, ставить, қайттан бір жазыңыз, мен қарайын, хорошо. Менің әкем де солай айтады, бірге болыңдар. Конечно, аш болса да, тоқ болса да бірге болу керек. Қайғысы ішкен қара суда аста дейді ғой. Вот. Бір нан тауып бөліп жеңіз деген күшті айттыңыз. Рахмет. 1-2 ай вахтада зиян ба? 1-2 ай вахтада егер қысқа мерзімді болатын болса зиян емес. Яғни 1 ай зиян емес. 2 ай зиян. Бірақ мен білем, таныстарымнан білем, қазір пандемияға байланысты вахтаға барып келу қиын болып жатыр. Кейбір балар мысалға бір барғанда 2 ай, 3 ай шығамай жүреді. То есть это временно бір нәрсе болатын болса, бұрын болмаған бір нәрсе болатын болса, тогда сабырлық танытып өткізіп алған болады. Ал егер бұл постоянно солай 2 ай жоқ, 3 ай жоқ болатын болса, бұл жерде проблема. Яғни керек болса, мысалға вахта, енді қайда бізде вахта? Батыста мысалға. Батыста вахтовиктер өздерінің городоктарында тұрады, жатақханада тұрады. Бірақ ол мұнай табатын вахтовый жерлердің қасында міндетті түрде не бар? Қала бар. Яғни Атырау, білмеймін, Ақтау, Ақтөбе, Қызылорда қала бар. Немесе қасында маңайында ауыл бар. Яғни керек болса, сол жаққа өз семьясын көшіріп алып, аптасына бір рет келіп тұратындай. 2 аптада бір рет келіп тұратындай. Егер прям бір 2 ай, 3 ай болмайтын болса, сондай варианттарды да қарастырыңыз. Күйеуім жұмыстан келе сала соткада жатады. Бұған не дейсіз? Үйдегі Wi-Fi-ді өшіріп қойыңыз. Үндемей отырып, барып розетка өшіріп қойыңыз. Немесе счетчиктен барып светті өшіріп қойыңыз. Сөйтіп телефонда шығып отырмайтын болады. Бұл мәселенің әзілі, дегенмен соткада отыратын болса, онда соткамен отыруға уақыт белгілеу керек. Жан, сен қазір телефонда отырғың келіп жатыр ма? Иә, маған кішкене көңіл бөлші, қашан менімен сөйлесе аласың? Жарты сағаттан кейін, 40 минуттан кейін, 1 сағаттан кейін. Окей, жақсы, мен күтем, 1 сағаттан кейін бірге отырып әңгімелесейік, мысалға.
Жан, соңғы кездері сенімен сөйлескім келіп жатыр, саған айтатын нәрселерім бар. Блин, естідің ба, қараш деген сияқты назарды аударып, әңгімені ашып сөйлесу керек. Егер бұған игнорировать ететін болса, бұл знактарға, сигналдарға мән бермейтін болса, онда бір күні қолында сотка болмаған кезде бетіне қарап тұрып, серьезно айту керек. Жан, мен былай қиналып жатырмын, маған сенің вниманиең жетпей жатыр, телефонда отыра бергенім мені раздражать етіп жатыр. Жарайды, енді жұмыстан келесің, кішкене 1-2 сағат қарайсың, бірақ 3 сағат, 4 сағат, 5 сағат мен сені бір засекать еттім, сен там 5,5 сағат отырдың соткада. Мысалы. Мен сенімен сөйлескім келеді, сені тыңдағым келеді, әңгімелескім келеді. Хотя бы соткада көріп жатқан нәрсені айтып берші мысалға да. Ананы оқыдым, мынаны оқыдым деп соткадан сөйлесіп, әңгімелесіп бөлісіп жатса, хотя бы сол бір мәміле болу керек. Біз бірімізге бөтен болып кетпеуіміз керек деп күйеуіңізге ескертіңіз. Окей? Жасқа келгенде ажырасу туралы не айтасыз? Ажырасудың жасы жоқ. Яғни орта жас, қартайған жас, жас кезі деген сияқты. Отбасылық өмір қиын болып кеткен кезде, отбасыда зорлық, зомбылық пайда бола бастаған кезде, түсініспеушіліктер көбейген кезде, бір-бірімізбен әңгімелесе алмайтын халге келген кезде, ажырасу емес, біріншісі қарым-қатынасты жақсарту, яғни реабилитация мүмкіндігі бар ма жоқ па, соны қарау керек. Қарым-қатынасты жақсартуға байланысты бір нәрсе жасауға болады ма, болмайды, соны қарау керек. Яғни бірінші ЗАГСқа жүгіру емес, бірінші психологқа бару керек. Яғни сіз ауырған кезде молдаға барып, мазардан өзіңізге жер іздемейсіз ғой, болды, мен өлем, мені көмек салыңдаршы деп. Жоқ, сіз не істейсіз? Дәрігерге барасыз, анализ тапсырасыз, емделесіз, одан кейін енді Құдай сақтасын, емделмейтін ауру болса қабылдайсыз. Оған дейін еш ондай нәрсені қарастырмаңыздар деп кеңес беремін. Окей? Жақсы, құрметті достар, осымен біздің бүгінгі тікелей эфирімізге бөлінген уақытымыз аяқталды. Барлықтарыңызбен көріскеніме қуаныштымын. Көп рахмет. Үлгергенше сұрақтарға жауап беруге тырыстық. Осы тікелей эфирімізді сіз біздің YouTube каналымызда көре аласыз. Сілтемені біраздан кейін қоямын. Егер араларыңызда менің YouTube каналыма жазылмағандар болса, міндетті түрде YouTube каналыма жазылыңыздар. Колокольчикті қосып қойыңыздар, каналымызда шыққан тікелей эфирлерді және пайдалы видеоларды ең бірінші болып көріп отырыңыздар. Видеомыз ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Жақсы, барлықтарыңызға көп рахмет, қайырлы кеш тіледім.